Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 50 жастан асқан шағында ұл перзентті болды. Қуанышы ішіне симай шаттанды, көп шүкір дұғалар жасады. Баласы 7 күндік болғанда ақиқа жасап, ұлым Ибрахимдей тақуалы болсын деп, ұлына Ибрахим деп есім қойды. Осы ұл баласы 5-6 жасқа келген уақытында сырқаттанып қалды. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көңілі болмай, үйінен сыртқа шықпай тек дұға жасай берді. «Я Аллах, ұлыма шипа бер, ұлыма шипа бер» деп отырған кезде терезеден көзі далаға түсті. Баласы Ибрахим сауығып, далаға асыр-сап жүгіріп шықты. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қуанып кетті де: «Я Аллах, өзіңе сансыз шүкірлер болсын, дұғамды қабыл етіпсің» деп шүкір дұғасын жасады. Сол сәтте Жебірейіл періште Аллахтан уахи әкеліп, пайғамбарымыздың арқасына басын қойып, жылай бастады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Уа Жебірейіл, неге жылап жатырсыз? Қияметтің хабары келіп қалды ма?» деп сұрады. Жебірейіл жылап: «Жоқ, Расулалла, сіз балам сырқатынан айықты деп қуанып жатырсыз. Ұлыңызды жақсы көресіз, я?» деп жылай берді. Пайғамбарымыз: «Я Жебірейіл, расында оны қатты жақсы көрем». Жебірейіл періште: «Я Расулалла, менің артымнан кімнің келгенін білесіз бе?» «Кім келді?» деді. Жебірейіл: «Менің артымнан жаналушты періште Әзірейіл келіп тұр. Бүгін ұлыңыздың жанын алады. Аллах сізге ешқашан ұл перзент бермейді екен. Ұлыңызды сізден кейін адамдар пайғамбар деп қалмас үшін бір жүрекке 2 махаббат қорын жоқ. Не үмметіңізді, не ұлыңыздың жанын таңдап құрбан етіңіз» деді. Пайғамбарымыздың бүкіл өне бойы тітіркеніп кетті. «Я Раббым, қартайған шағымда бұл қандай сынақ» деп көзінен жас парлап отырып қалды. Жебірейіл періште жылап тұрып: «Я Расулалла, барлық періштелерге қолын көтертіп қойдым. Өзім де дұға жасаймын. Келіңіз, дұға жасайық. Ұлыңыз сіз дүниеден қайтқаннан кейін жанын алсын. Аллах қабыл етеді» деді. Пайғамбарымыз жылап: «Я Жебірейіл, мен ұлының өмірін сұрағалы жіберілген пайғамбар емес едім. Үмметім, үмметім» деп пайғамбарымыз жылап отырып қалды. Көзінен аққан жас сақалына тамды. «Мақұл, мен үмметімді таңдадым. Ұлым үмметімнің орнына садақа болсын. Барлық періштелер қолдарын көтеріп тұрса, дұға жасасын. Мен де дұға жасаймын. Сіз де дұға жасаңыз, Жебірейіл досым. Ұлымды үмметім үшін садақ еттім. Үмметтеріме діндар перзент бергін, я Раббым» деп жылап тұрып, пайғамбарымыз дұға жасады. Расулаллах айтты: «Ұлыммен қоштасып алуға рұқсат беріле ме?» деді. Жебірейіл: «Әзірейіл періште сізден ұялып кірмей, сіздің рұқсатыңызды күтіп тұр». Расулаллах далаға шығып қараса, Ибрахим сахабалардың балаларымен асыр-сап ойнап жүр екен. Ең сүйкімді бала өзінің баласы болып көрінді пайғамбарымызға. Расында көркем мінезді, ең әдепті бал еді. Расулаллах баласына ұзақ қарап тұрды да: «Ей көзімнің нұры болған ұлым, бері келіңіз» деді. Баласы жүгіріп келді. Ұлының басынан сипап тұрып Расулаллах: «Сіз сапарға баратын болып тұрсыз» деді. Ұлы қуанып: «Олай болса жаңа киімдерімді киіп алайын» деді. Расулаллах жылап: «Жоқ, киім керек болмайтын, дүниені қажет етпейтін жаққа кетуіңіз керек боп тұр. Үйімізге бір мейман келіп тұр. Сол мейманды зиярат етіп шығыңыз» деді. Ибрахим әкесі сияқты зейінді бала дереу түсінді де, қолындағы жаңғақты көрсетіп: «Мынаны балалардан аманат қалып едім, оны қайтарып беріп келейінші» деді. Пайғамбарымыз: «Я Раббым, осындай аманатым бар деп тұр, қайтарып берсінші». Ұлы барып, жаңғақты балаларға қайтарып беріп, барлық балалармен қоштасып шықты. Кейбіреулермен үлкен кісілер секілді жүзіне жүзін тигізіп, құшақтасып қоштасты. Жебірейіл періште тоқтамай жылап тұрды: «Я Расулалла, келіңіз дұға қылайық».
Пайғамбарымыз жылап ұлына қарап тұрды. Ұлы келіп: «Я, Әкетай, қане бастаңыз. Сіз ата-ана жайында көп хадис айтқансыз. Сіздің алдыңызға түсіп жүрсем құрметсіздік болады», деді. Бұл сөз Расул Аллахтың өсегін өртеп кетті. «Я Аллах, парасатты ұлым бар еді», деп жылай бастады. Жолда бала сахабалармен қоштасты. Абу Бәкір Сыдықты құшақтап қоштасты. Олар түсінбей, неге Расул Аллах жылап жатыр деп қалысты. Үйге кірген кезде бала Әзірейілді көріп: «Әкетай, бұл мейман кім? Оған қарасам қорқып кеттім». Расул Аллах: «Қорықпаңыз. Бұл мейман сондай әкеден баланы ажыратады. Бұл өмірдің қысқа әрі құнды емес екенін көрсетеді. Қабірстанды көркейтеді», деді. Сол сәтте баланың басына ауру келді. Баласы: «Басым, қатты ауырып жатыр». Расул Аллах тізесін бүгініп: «Келіңіз ұлым, тіземе басыңызды қойыңыз», деп айтты. Ұлын қатты құшақтап ұстап тұрды да: «Я Жебірейіл, Әзірейілге айтыңыз, баламның жанын ауыртпай алсын». Жебірейіл жылап тұрды. Баласы әкесіне күлімсіреп бір қарады да жан берді. Расул Аллах өзінің ұлының мәйітін өзі жуды. Өзі кебіндеп, өзі жерлеп болды да жылап жіберді. Сахабалар: «Я Расул Алла, өзіңіз қайтарған нәрсені өзіңіз жасайсыз ба?» деді. Расул Алла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Сіздердің бүгінгі оқиғадан хабарларыңыз жоқ. Егер бұл оқиға басқа бір адамға түскенде шыдап тұра алмас еді. Егер ұлым сіздердің балаларыңыз болғанда қазір ойнап жүрген болар еді», деп айтты. Сахабалар жылап: «Аллах сізге сабыр берсін», десті. Енді бір пікір қылайықшы діндес бауырлар. Ертең пайғамбарымыздың алдына барып, көзіне қалай қарай аламыз? Туған ұлын біздер үшін, үммет үшін алмастырды. Пайғамбардың бізге деген махаббатын қалай ақтаймыз, қалай құрметтейміз? Әрдайым сүннетін бекем ұстап, пайғамбарымыздың аты аталса, міндетті түрде салауат айтуды ұмытпаңыз. Егер аз ғана уақытыңызды алсам, кешірім етіңіз. Аллах үшін бұл ғибратты оқиғаны таратып жазсаңыз, пайғамбарымыз сізге шапағат етуін Аллахтан сұраймын. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.